Түнгі қаланың шамдары шамшырақша жарқырап салқын самал көше бойын сәл де болса сергіткендей болады. Мақсат пен Қайрат бала кезден бірге өскен, бір-бірінің сырын айтпай ұғатын жан достар. Екеуі де ордалы 30-дың ортасына таяп қалған, әлі отбасын құрмаған, еркіндіктің бал дәмін татып жүрген бойдақ жігіттер еді. Мақсат мінезі салмақты, жанары өткір, әрбір қадамын абайлап басатын, бойы ұзын келбетті жігіт болса. Қайрат пысық, әзілкеш, кез келген ортаның гүліне айнала кететін орама тілді, ашық жарқын жігіт болатын. Күн батып қала үстіне түн заңы жүре бастағанда бұл екі дос күнделікті үйреншікті әдеттеріне басатын. Қара түсті сәнді көліктің терезелерін сәл түсіріп баяу әуенді қосып қойып, түнгі көшелерді асықпай аралау олардың ең сүйіктісі еді. Бойдақ өмірдің қызығы да осы. Ешкімге есеп бермейді, ешкімге міндетті емес. Тек түнгі қаланың еркін ырғағымен кездейсоқ таныстықтардың сұрапыл әсерін аңсау. Олар кейде ырғақты әуенге толы шулы клубтарға соғып, кейде түн ортасына дейін ашық тұратын сән сәулетті кафелердің жанында аялдайтын. Олар үшін әрбір кеш жаңа бір таныстықпен құпияға толы шытырман оқиғаның басы сияқты көрінетін. Ал тап осы түні қаланың орталық паркінде тап-таза, мөлдір ауаны жұтып екі сұлу қыз серуендеп жүрді. Майя мен Жанна бір-біріне егіздің сыңарындай жақын, ажырамас құрбылар еді. Екеуі де ерекше сымбатты, көрген жанның жанарын еріксіз арбап алатын сұлулар болатын. Майя ұзын қара шашты, бота көз, дене бітімі мүсіндеп соққандай мінсіз, ішкі сырын оңайлықпен ашпайтын жұмбақ қыз болса. Жанна толысқан, етті де сұлу денелі, ашық киінгенді ұнататын, бойынан балдай тәтті құштарлықтың табы аңқып тұратын тартымды келіншек еді. Екеуінің де үстіндегі денеге жабысқан сәнді киімдері түн жарығында олардың мүсінді бөксесі мен омырауын айқын көрсетіп айналаға нәпсілі де ыстық сезім ұялататын. Бұл қыздар өздерінің тартымды екенін жақсы білетін, және еркектердің сұқтанған жанарын өздеріне аударғанды іштей ұнататын еді. Түнгі орталық парк іші тым-тырыс. Тек ағаш жапырақтарының баяу сыбдырымен түнгі салқын самалдың лебі ғана білінеді. Жанна мен Майя бір-бірінің ішкі сырын беске білетін сырдас құрбылар. Екеуінің де тағдыры екі түрлі болғанымен бойларындағы жеңілтектеу, қызық қуған мінездері өте ұқсас еді. Жаннаның отау құрғанына біршама уақыт болған. Күйеуі ауруханада рентген лаборант болып, түнгі ауысымдарда жиі жұмыс істейтіндіктен. Жанна үйдегі жалғыздықтан зерігіп, осындай түнгі серуендерден жанына жылылық іздейтін. Ал Майя болса бұрын ажырасқан, еркіндіктің дәмін татқан, еркектердің назарын өзіне аудартқанды ұнататын пысық қыз еді. Сол түніде екеуі сәндіде ашық киініп парктегі биік талдардың тасасындағы скамейкада жайбырақат отырған болатын. Қолдарындағы балмұздақты баяу жалап қыздарға тән нәзік күлімен сыбырласып әңгіме дүкен құрып отырды. Олардың әрбір қимылында түн жарығымен шағылысқан дене мүсіндерінде жасырын бір тартымдылық бар еді. Осы сәтте саябақ шетіндегі жолмен Қайрат пен Мақсаттың қара түсті көлігі баяу сырғып өтіп бара жатқан. Қайраттың өткірде қырағы жанары ағаш көлеңкесінде отырған екі сұлуды заматта шалып қалды. Ол көліктің жылдамдығын азайтып ақырын жол жиегіне тоқтатты. Мақсат, ана жаққа қарашы деп сыбырлады Қайрат. Жанары оттай жанып көліктің терезесін төмен түсіріп жатып, мына түнгі соқтада екі періште балмұздақ жеп отыр ғой. Өзің сияқты бойдақтарға таптырмас мүмкіндік емес пе? Мақсат та басын бұрып қараңғылық тасасында отырған екі қыздың сымбатына тесіле қарады. Көліктің шамдары қыздардың аппақ аяқтары мен мүсінді денесін баяу жарықтандырып өткенде жігіттердің демі жиілеп кеткендей болды. Көлік ақырын жақындап тоқтады. Терезеден аңқыған қымбат иіссу мен түнгі ауаның табы екі тарапты да арбай түсті. Қайырлы кеш, арулар, деді Қайрат.
Орама тілді, әзілкеш үнімен терезеден сүйене беріп, бұл сиқырлы түнде екі сұлудың жалғыз отырғаны түнгі қаланың заңына қайшы сияқты. Бал мұздақтарыңыз балдай тәтті ме? Жанна мен Майя бір-біріне қарап ақырын жымиды. Жанна қолындағы бал мұздақты ерін ұшымен абайлап жалап. Мақсаттың өзіне қадалған мағыналы жанарына тайсалмай қарады. Тәтті болғанда қандай деп сыбырлады Жанна. Барқыттай жұмсақ, майда үнімен, ал сіздер терезеден сығалап тұра бересіздер ме әлде нағыз жігіттерше жақын келіп танысасыздар ма? Майя да сыңғырлай күліп шашын артқа тастай берді. Иә. Түнгі серуенге серік іздеп жүрген болсаңыздар, біз қарсы емеспіз деді ол бойындағы жеңілтек, арбаушы ырғағын жасырмай. Жігіттер көліктен түсуге асықпай терезеден сүйенген күйі екі қызбен емен жарқын әңгіме бастап кетті. Саябақтағы қараңғылық пен түн салқыны екі жақтың да арасындағы бөгетті баяу жойып, алдағы сұрапыл оқиғалардың алғашқы ұшқынын тұтатып жатқан еді. Түнгі қаланың шамдары сәнді көліктің терезелеріне шағылысып, баяу ырғақты әуен салон ішінде майда ырғақпен лықсып тұрды. Қайрат пен Мақсаттың қымбатта жинақы көлігі көше бойымен суылдай сырғып бара жатты. Артқы орындықта жайғасқан Жанна мен Майяның бойынан аңқыған қымбат иіс судың табы салон ішіндегі ауаны өрттей ыстық сезімге толтырып жібергендей. Қыздардың ашық киімдері, түн жарығымен шағылысқан толықша аяқтары мен әрбір қозғалысы екі жігіттің де тынысын тарылтып, ішкі құштарлығын маздата түсті. Әңгіме ең қызық жерінде тоқтады ма? Осы хикаяның жалғасын және басқа да қазақша 18+ аудио хикаяларды толық тыңдағыңыз келсе, бізге жазыңыз. Әңгімелер ашық айтылады. Өзіңізге ыңғайлы жолды таңдаңыз. Телеграмдағы жабық аудио арнамызға қосыла аласыз. Немесе барлық аудиоларды тікелей WhatsApp арқылы жеке жібереміз. Жаңа аудио хикаялар үнемі қосылып, жинақ толықтырылып отырады. Қолжетімді алу үшін WhatsApp нөмірімізге жазыңыз. 8 702 371 52 76. Тыңдаңыз, жаңа хикаяларды жіберіп алмаңыз.